Қызылордада оқушы қызды сексуалды құлдықта ұстаған 9 адамға сот үкімі шықты. Жеңгетайлықпен және бопсалаумен айналысып, жас өскінді теріс әрекетке итермелегендердің бесеуі кәмелетке толмаған жасөспірім. Сот қандай жаза берді? Өңірдегі тілшіміз Қамбар Бекенов баяндасын. Өткен жылдың тамыз айында басталған сот процесі бүгін бітті. Айыпталушылардың ата-аналары мен 16 адвокат сот отырысына бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің қатысуына қарсы болып шу көтерді. Тіпті полициямен жағастасуға дейін барды. Еске сала кетсек, жоғары сынып оқушысы жарты жылдан астам мәжбүрлі түрде жезөкшелікке салынған, оның тәнін саудалаған сыныптастары мен құрбылары болып шықты. Қыз баланың қызметін 200-ден астам еркек пайдаланған. Олар ақшаны күдіктілердің бірінің ата-анасының есеп шотына аударып отырыпты. Бұдан күдіктілер 10 миллионнан астам теңге пайда тапқан көрінеді. Айыпталушылардың кінәсі түрлі дәлел-дәйекпен дәлелденді. Қоғамды дүр сілкіндірген істің ақ-қарасын анықтаған судья кәмелетке толмағандарға қатысты жеңілдетілген мән-жайлар ескерілгенін айтады. 10 жылға дейін жаза көзделген. 6 жыл 8 айынан асыруға болмайды сотпен. Сондықтан 6 жыл 8 ай. Жоқ, оның ішінде 7 жыл көзделгендері бар. Үшеуіне қатысты 7 жыл көзделген. Оларды 4 жыл 8 айдан асыруға болмайды. Сондықтан 4 жыл 8 ай берілді. Ең жоғары жаза сол көзделген. Жалпы бұл іс бойынша 9 адам айыпталды. Оларға кінәсіне қарай кемі 4 жыл 8 айдан 7,5 жылға дейін жаза кесілді. Жеңгетайлықпен және бопсалаумен айналысқандардың 5-еуі жасөспірімдер. Сондықтан олар арнайы кәмелетке толмағандарға арналған колонияға жөнелтіледі. Қалғандары қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіздіктегі түзету мекемесінде жазасын өтейді. Айта кетейік, бұған дейін осы іс бойынша 5 адам сотталған болатын. Қамбар Бекенов, 7 арна, Қызылорда.